Қарасаңыз 20 жастағы қыз бен 20 жастағы жігіт екеуін қарасаңыз дейді ғұламалар. Екеуі жасты емес дейді. Анау 20 жастағы қыз 20 жастағы жігіттің алдында 23 жастағы қыз болып тұрады дейді. Сана сезімі, оның ой өрісі. Өйткені аралар 3 жас қой, қыз бала бірінші жетілетін сол екен. Қыз бала 9 жаста, ұл бала 12 жаста балиғатқа толады ғой. Көрдіңіз ба? Осында ескеру керек дейді. Мысалға біреу 20 жастағы жігіт 20 жастағы қызға үйленсе, білсін ол өзіне 3 жас қызға, үлкен қызға үйленді есептесін дейді. Үйтпейсің ба, сөйтпейсің ба, сенің дұрыс емес қой деп жүрген сол негізінде. Бұлай зерттеп қарасаң, қыз дұрыс нәрсені айтып жатыр. Ана жігіт намыстан жаңа айтқанда стол ұруы мүмкін де, сен сөйлей бермесейші деп. Бірақ әділдігін қарасаң, қыздікі дұрыс болып шығады. Неге? Өйткені ана қарағанда 3 жас үлкен ғой ол. Көп нәрсені ойлап қояды да, көп нәрсені алдын ала біліп отырады. Былай істесек дұрыс шығар, былай істесең тиімді ғой деген сияқты. Сол үшін жаңа айтылғандай қыздарымыз соған тәрбиеге мән беру керек. Ел болам десең бесігін түзе дейді ғой. Сол үшін уақытша өмірде әр нәрсе өзінің миссиясымен айналысуға дайындау керек. Қыз балама оның миссиясы ана болды. Ертең олар содан сұралады.